құралдар. Алиева Маржан және Күлсудаев Халим, Ғабдуллин Сұлтан, тағы басқа. Мына жерде беттермен жазамыз да, сол кездегі ең алғашқы жазу машиналар. Мына осы біздің отырған партасы Жангелдин мектебіндегі ең алғашқы парталарына былай ашылады. Мына жерде қалам салатын сауыт болған. Ол кезде сия салып қоятын әшке. Қазір бүчік сияқты емес сол кезде. Соған батырып алып, соны жазатын болған. Бүгінде ауылымыздағы Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер қойылған. Ауылымыздан Ұлы Отан соғысына ардагерлер аттанып, солардың ішінде 32-сі елге аман-есен оралған, 90-ға жуық жауынгер ретінде кетіп осы Ұлы Отан соғысына. Солардың біреуі Кеңес одағының батыры кім? Сәлім Айтқұлов. 18-сі елге аман-есен оралған, 60-қа жуығы соғыстың алғашқы басында соғыстың хабар-ошарсыз және қатыс болған, оралмаған соғыстан. Балалар үш бұл хаттар, соғыстан үш бұл хаттар келген. Көрдіңіздер ғой да? Соғысқа алғаннан кейін ауылда кәрі адамдар және сол кезде балалар, кісілердің барлығы сол кездегі балалар, олар таңертең ерте тұрып, кеште кеш жатып, өздеріне үлестерін қосқан. Бұлардың ішінде тыл ардагерлері өте көп. Әжелеріңіз бар олар. Марфуза әжелеріңіз бар. Қошқалиева Қазен апамыз бар. Уанова Күмсай әжеміз бар. Осылардың барлығы тыл ардагерлері. Сол кездегі 12 жастағы, одан да кіші жастағы. Ол кезде колхоз болды, совхоз болды. Сол кездегі еңбек еткен аталарымыз. Қазір барын төлеген, ұспан төлеген Ғайнеден. Ғайнеден соның үстінде. Жиегінде нарының нақтылғалы жандар бар деген бөлімде біздің ауылымыздан шыққан мақтаныштарымыз, Қуаныш Жұмаш атамыз, Бектас Әйін атамыз, Қожин Камил, профессор, Мерғали Сөйлеген, жаңа қала ауданының әкімі болған Рахматуллин Ұзақбай, Сесенғали Закария, тағы басқа, бұл жерде ардагершілер Сейдағалиева Мария бар, Бекқұлов бар, және Темірғали, яғни отызда еңбек еткен апаларымыздың еңбектері, мына жерде сол кісілердің еңбектері, дипломдары, алғыс хаттары қойылған. Бұл ардагерлер Калинин атындағы колхозда түйе бағушылған Омарова Бәсе әжеміз 1945 жылы Москваға выставкаға түйе алып барған, сол кездегі берілген, сол кісіге берілген алғыс хат, төсбелгі. Сол кісінің пайдаланған бұйымдары, сақинасы. Мына жерде өте ерте көнедегі ақшалар, ауыл өкімдерін тапсырған тиындар. Мынау кеңес үкіметі кезіндегі ақшалар, одан кейінгі біздің төл теңгеміз.